Всем привет, таңызан осылай жолдасыммен рынокқа жетіп алдым. Сестренкама Танисантаға 5000 теңгеге бук жинап беремін деп уәде еткен болатынмын. Подругалармен ойнап жатқан екен. Вот сіздерге қазір Қарағандының қалаларын көрсетіп өтейін. Бізде осындай кішігірім қала, и осы жерден сразу рынок басталады. Торговый домдар, неше түрлі рыноктар, базарлар бәрі осында бір жерде орналасқан. И осылай сразу маған керек магазинге кіріп, өзіме керек заттардың бәрін таңдап алдым. Біз осындай бук жасайын деп жатырмыз. Ол жерде косметика болады, уход заттар деген сияқты. В общем, 5000 теңгеге толтыруым керек. Бұл жерде оптом және розница бағалар. Вот, қараңыздар, неше түрлі заттар бар. Бәрін ала бергім келеді, но бізге только керектерін ғана алып жатырмын. Осындай прикольный затты тауып алдым. И сосын келесі магазинге барып, осылай упаковканың оформлениясына заттарды алдым. Бәрін алып алдым да, сонымен пешком қайттым. И жолда кетіп бара жатып, мына рынокқа көзім түсіп кетті. Ішіне кіріп көрейін деп, ішінде не бар екен, новогодний не болып жатыр, бәрін қарап. И сразу мені осындай сиыр күтіп алды. Снегурочка как. И осылай сыртқы базарға да кіріп шықтым. И менің сразу көзім түскені, мына қараңыздар, неден жасағанын білмеймін, прям күшті екен. Сіздерге де ұнады ма? И сонымен осы уақытта жолдасым звондап қалып, үй жаққа қарай қайтатын болып қалды. Сонымен басқа жерге кірмей прямой қайтып кеттім. Қазір үйге барып распаковка жасайтын боламын. Сіздерге қызық болса,